Достар, бүгін құстың ұясы деген өте дәмді таам пісіретін боламыз. Ол үшін сиырдың етін ет татқыштан өткіземіз. Етімізбен қоса пиязымызды да өткіземіз. Содан соң тұзымызбен бұрышымызды қосып котлетке арналған фарш жасаймыз. Енді ұсақтап туралған саңырауқұлағымызды табаға қойып қуырамыз. Саңырауқұлағымыздың суы сарқылған соң сұйық май құямыз. Пиязымызды ұсақтап турап саламыз да жақсылап қуырамыз. Тұзымызды, бұрышымызды қосамыз. Араластыруды ұмытпаймыз. Мінекей саңырауқұлағымыз дайын болды. Жаңағы дайындаған котлетный фаршымыздан томалатып ұяшық жасаймыз да маймен ысыланған духовканың табасына қоямыз. Мінекей ұяшықтарымыз дайын болды. Енді мұныға қуырылған саңырауқұлағымызды саламыз. Саңырауқұлағымыздың үстіне жұқалап майонез жағып шығамыз. Әр ұяшықтың үстінен. Енді дайын ұяшықтарымызды 180 градус алдын ала қыздырылған пешімізге пісіруге қоямыз. Жиырма 25 минут өткен соң ұяшықтарымызды алып шығамыз да күштен өткізген ірімшігімізбен себелеп шығамыз беттерін. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Саусағы жоғары лайк басамыз. Жылы лебізді білдірген үшін алдын ала сендерге көп рахмет. Ірімшік қосылған ұяшықтарымызды қайтып 15 минутқа қыздырып отырған пешімізге саламыз. Мінекей достар, ұяшықтарымыз дайын болды. Астарың дәмді болсын.